Қайырлы кеш, достар. Тез бір нәрсені айтып өтейін. Ішіме симай бар еді, бөліскім кеп. Кеше мүмкін естіген боларсыз, президент Тоқаевтың айтқаны бар еді. Келесі жылы, 27 жылы, біздің ата заңымыздың 40-қа жуық, осы 40 па, соған таман бап өзгереді деп, Конституцияның. Өзі жалпы бас аяғы 99 бап бар. Соның 40-ы өзгертілсе, онда ол жартысы 40%-дан астам өзгертіледі деген сөз. Ішінде қандай тізімін білмеймін, не өзгертілетін, оны қазір талқыға салады, үйтет, аран-жаран, бір жылға созылатын жыр. Ішінде саяси баптар бар шығар, саяси партиялар туралы. Менің өзімнің жеке басымның қалауы, енді ұсыныс жасауға ондай статусым, деңгейім жоқ, бірақ өз азаматтық қалауым, талабым бар. Осы 40 баптың ішінде біреу лекция ғой, Конституцияның 7-ші бабы, тіл туралы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ тілі деген сол ғана қалса ғой, екінші тармағы алынса, басқа тілде ресми мекемелерде қолданылады деген ол қажет жоқ. Бұған дейін сонымен келдік, оны түсінуге болады. Кеңес одағы тарқады, Ресей ол кезде алпауыт мемлекет бізге қарсыласатын, бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Қазір де Ресейдің өзі тозып баратыр. Украинамен қақтығысы, шайқасы, қанды майданға айналып, Ресейдің жағдайы мәз емес. Келесі жылы, 26 жылы, әсіресе 27 жылы, оны біздің ішкі істерімізге, саясатымызға жағаласуға мүлдем мүмкіндік болмайтында шығар. Сондықтан кезі келді осы бапты өзгертуге. Бұрын сайқал бір қитұрқы амалымыз тұғын, жан сақтаудың бір түрі енгізіп қойдық. Екінші тармағы болып, орыс тілі жүрді әйтеуір. Бірақ енді ол кез заман кетіп баратыр. Енді бұны заңға енгізуге болады. Тек қана бір тіл қалдырып аталатын осы мемлекеттік тіл деп басқа ештеңені қоспайды. Әрине мен қарсы емеспін. Қытай, ағылшын тілі, орыс, парсы, француз тілі бола берсін. Адамдар, қазақтар білсін. Әр қазақ 2-3 тіл жетік білсе жаман болмайды. Бірақ Конституцияда, құжатта қажет жоқ, оны белгілеп атап, сол ойым сол, арманым да сол, жүрегім үлпілдеп, соны осындай қуаныш сезіммен күтудемін. Осы өзгеріс енгізілсе, менен бақытты адам болмайтын еді Қазақстанда. Осымен ағайын қоштасайық. Жүру керек, кетіп баратқан адаммын. Амандықта, жеңісті күндерде жүздесейік.